Егер бір шөл далаға барсаң, оның неліктен тіршілік атаулыны жоятын, тұруға болмайтын жер екенін көресің. Шөл далада су жоқ, ал сусыз жерде тіршілік те жоқ. Бұл жаратылыстың басталуы жазбасының екінші тарауында сипатталған. Әңгіме қуаң қаңырап бос жатқан шөл даладан басталады. Бірақ жаратқан ие шөл далада өсімдіктер мен жануарларға тіршілік көзі болатын бұлақ ағызды. Жаратқан ие сол жерге бір еркек пен әйелді орналастырды. Осылайша адамзатқа өсіп өніп, бақтағы өмірді тарату мүмкін болды. Иә солай, бақтағы осы бұлақ бүкіл жерді суландыратын өзенге айналды. Сонда су бәріне де жететін еді. Бұл жаратқан иенің сыйы болды. Ғажап, адамдар жайқалған бақта тұрды. Бірақ кейінірек олар оны бұзудың жолын тапты. Иә, жаратқан ие мол су ағызған болса да, адамдардың жан дүниесінде әлі де құрғақшылық болған сияқты. Бұл адам жағдайының бір көрінісі. Біз әрқашан тағы көбірек нәрсеге шөлдейміз. Бірақ тағы көбірек не нәрсеге шөлдейміз? Сол оқиғада адамдар көбірек білімге ие болғылар келді. Осылайша олар көбірек қауіпсіз болып, өз бетінше көбірек бақылау жасағылары келді. Ал өкініштісі, бұл оларды бұрынғыдан да қаттырақ шөлдеп, бір-біріне күдіктене қарайтын жағдайға түсірді. Сондықтан олар бақтан қуылып, шөл далаға кетуге мәжбүр болды. Енді адамдар өмір суына қол жеткізе алмай қалды. Сол себепті олар жаратқан ие сыйлағысы келген өмірді дүниеге тарата алмады. Сонымен Құдайдың оларды шөл даладан құтқаруы керек болды. Иә, бұл Жақыптың өмірінен анық көрінді. Оның өзімшілде айлалы істері отбасындағы қарым-қатынасын бұзды. Соның кесірінен Жақып иен далаға қашуға мәжбүр болды. Бірақ сол жерде ол бір құдыққа тап болып, бір қызды кездестірді. Бұл Эдем бағындағы жайтқа, яғни бұлақ басында тұрған еркек пен әйелге ұқсайды. Иә солай. Содан кейін жаратқан ие Жақыптан Исраил әулетін таратты. Ол сол әулетті өзінің өміріне қатысуға шақырды. Олар бұл өмірді басқаларға таратқанда, жаратқан иемен істес болуға тиіс еді. Кей кездері олар солай істеді де. Әйтсе де, соңында Исраил халқы бұрынғыдай жан дүниесіндегі құрғақшылықты сезінді. Яғни олар көбірек билік пен бақылауға ие болуды көкседі. Бұл халықты зорлық-зомбылықпен өздерін-өздері құрту жолына түсірді. Сөйтіп олар өзге иен далаға апарылып, басқа халықтарға құл болды. Жан дүниеміздегі шөлді өз бетімізше қандыруға деген ұмтылысымыз бізді әрқашан құртады. Иә, Езекиел пайғамбар киелі кітаптағы жазбасында жер аударылған Исраил халқын шөлді алқапта шашылып жатқан қураған сүйектер үйіндісі ретінде сипаттаған. Дегенмен пайғамбар мынаны да жазған: болашақта Құдай өзінің рухы арқылы өз өмірін төгіп жерді суармақ. Сөйтіп ол жаңа Эдем бағын және адамдардың жаңа түрін жаратпақ. Бұлар Құдайдың өмірін басқаларға тарата алатын адамдар болмақ. Иә, дәл солай. Мәсіх Иса осы дүниеге сол үшін келді. Бірде ол кезінде Жақып қазған бір құдыққа барды. Жақыптың әңгімесіндегідей, Мәсіх Иса да сол жерде бір әйелді кездестірді. Ол әйелге былай деді: адам құдықтан қанша су ішсе де, бәрібір тағы да шөлдейтін болады. Сосын ол әйелге оның шөлін мәңгіге қандыратын су ұсынды. Мұнда Мәсіх құдықтың суы туралы айтып тұрған жоқ. Оның айтпағы мынау: Құдай сыйлайтын өмір бізге Мәсіх арқылы келіп, жан дүниеміздің түпкіріндегі шөлді қандырады. Сол себепті Мәсіх кейін халыққа кімнің жаны шөлдесе, сол маған келіп ішсін деп жариялады. Бұл керемет, бірақ оғаш ой екен. Бір адамнан қалай ішеді? Иә, бұл ой Мәсіхтің айқыштағы өлімі туралы баяндамада кездесетін тағы бір оғаш оқиғамен байланысты. Римдік жасақшы Исаның бүйіріне найзасын сұғып алды. Сонда қанаға жөнелді. Сонымен қатар суда ақты. Иә, бұл жайт Исаның өлімі өмірдің қайнар көзі болатынын бейнеледі. Мәсіх Исаның жаулары үшін де жанын құрбан еткен сүйіспеншілігі оның бойынан төмен қарай және бүкіл дүниеге ағып жатты. Мәсіх өлімнен қайта тірілгеннен кейін өзінің шәкірттеріне киелі рухты жіберді. Иә, киелі рух оларды Құдай сыйлайтын өмірге кенелтті. Сондықтан Паул елші мына жайт жайлы жазған: біз Құдай рухының ағынына қосылғанда бойымызда Эдем бағының жемісі жетіле бастайды. Сүйіспеншілік пен қуаныш, шыдамдылық пен мейірімділік, ілтипаттылық пен ұстамдылық. Мұндай адамдар әлемде басқаларға өмір сыйлайтын әдемі нәрселерді жасай алады. Иә, мысалы, Құдай сыйлаған өмірдің шағын тармақтары бірге алады. Олар киелі кітаптың соңғы бетінде сипатталған әдемі көрініске меңзейді. Бұл өмір сыйлайтын жаңа өзен. Иә, ол Құдайдан шығып, жаңадан жаратылған жаратылысқа қарай ағады.
өзен қайда ақса да бәріне өмір әкеледі.